Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, сочный, мощный болып шығатын тауық аяқтарын универсалды жолмен маринадтауды көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Видеодағыдай қып-қызыл болып шығады, өте қарапайым, көп затты қажет етпейді, әрі дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен тауық аяқтарын тазалап жуып аламыз, және оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Және 1 шай қасық паприка, 2 ас қасық томат, сосын 2 ас қасық майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Менің видеоларым сізге пайдасын тигізіп жатқан болса, каналыма тіркелуді ұмытпай, лайк басып, комментария жаза кетіңіз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін кемінде 4-5 сағатқа қалдырамыз. Ал түнге қалса вообще күшті болады. Ал егер бірден пісіретін болсаңыз 170 градуста 1 сағат 20 минуттай пісіріп аласыз. Дәл осылай тауық аяқтарының өзін пісіріп алсаңыздар болады, немесе картошка қосып пісіріп алсаңыздар болады. Картошканы ең әуелі жуып, тазалап, сосын тұздап, сосын салып араластырасыздар. Енді 180 градуста 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Осылай өте әдемі қып-қызыл, сочный, мощный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Арайлым.